Ассалаумағалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дике Арман атымен танымал Арман Жұмағалдиев Борат 2 фильміне қатысты өз ойын желіде жазып, бүкіл қазақты Бораттың жазасын беруге шақырды. Ол былай деді: ассалаумағалейкум қазақ халқым, Борат жайлы маған өтініштер көптеп келіп жатыр. Әрине мен де болып жатқан жайттан хабардармын және менің де намысыма ауыр тиіп жатыр. Айта кетейін дегенім, бұл бізден өте алыс мемлекет болып жатыр. Сол себепті оны ұстау қиын болып жатыр. Біреулер оны Америкада десе, басқалар оны Англияда деп жатыр. Мен ол жайлы ақпараттар іздестірудемін. Борат жайлы білген, естіген нақты ақпараттарыңыз болса, маған жазыңыздар. Тағы айта кетейін дегенім, мен супермен емеспін. Шетелдегі болсын, елдегі болсын, бүкіл қазақ бірігіп еліміздің атына кір келтіріп жүрген Боратты тауып жазасын берейік. Бәріміз бірігіп бір жұдырықтай болсақ, Аллахтың қалауымен кез келген жауды жеңеміз деп айтты. Еске салсақ, мәдени және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова да Борат 2 фильмінің шығуына байланысты пікір білдірген болатын. Ол былай деді: фильмді Қазақстанда прокатқа шығару куәлігіне өтініш берілгенде министрлік тиісті шара қолданып қарсылық білдіре алады. Әзірше ешқандай ресми өтініштер түспеді. Сондықтан мәдени және спорт министрлігі шара қолданып жатқан жоқ. Бірақ Қазақстан азаматы ретінде айтарым, ол фильм менің намысыма да тиді деп атап көрсетті. Қалайық, арнаға тіркеліп бөлісіп пікір қалдырыңыздар. Сіздердің тіркеліп бөлісіп пікір қалдырғаныңыздар біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.